Қайырлы күн достар. Бүгін глютенсіз, өте жұмсақ, пайдалы вафли пісіреміз. Каналыма жазылып, ұнаса лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Алдағы уақытта әлі пайдалы папа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ыдысымызға жұмыртқа мен балды салып араластырамыз. Оның үстіне ертілген сармайды қосып, тағы да араластырамыз. Оның үстіне 15 немесе 20% қаймақты қосамыз. Венчикне қасықпен араластырамыз. Күріш үніне қопсытқышты қосамыз, оны електен өткіземіз, жақсылап тағы да араластырамыз. Осындай қою қоспа шығады. Қызып тұрған вафельницаға осылай қасықтап қамырымызды саламыз. Бетін тегістеп шығамыз. Шамамен 5-10 минуттай дайын болғанша, қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, вафлиіміз пісті. Өте жұмсақ әрі пайдалы. Барлықтарың жасап көріңіздер. Менің арнама жазылып, ұнаса лайк басып, коммент жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта әлі талай осындай папа рецепттермен бөлісіп отырамын. Баршаңызға ас болсын.